Я оқушылар, келесі толықтауыш құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара толықтауыш және күрделі толықтауыш болып. Дара толықтауыш бір сөзден тұратын толықтауыш болса, күрделі толықтауыш кемінде екі сөзден тұратын толықтауышты айтамыз. Мысалы айтатын болсақ, дара толықтауышқа жіңішке жолмен бір қос ат келеді. Немен? Жолмен. Бұл жерде жолмен зат есімнен жасалынған толықтауыш келіп тұр екен. Оны ешкімге көрсетпе, кімге көрсетпе, ешкімге. Бар септігіндегі есімді келіп тұр екен. Келесі оқушылар, келесі толықтауыш, күрделі толықтауышын жасалу жолдары. Бірінші, тұрақты тіркестерден де күрделі толықтауыш жасалады. Мысалы, қорыққанда отанын сататын су жүректерден қорқу керек. Кімдерден қорқу керек? Су жүректерден. Бұл жерде су жүректер дегеніміз қорқақтар деген мағынаны білдіріп тұр. Тұрақты сөз тіркесі екен. Тұрақты сөз тіркесі не болып тұр? Күрделі толықтауыш болып тұр екен. Олар аттардың қара торысын таңдап алды. Нені таңдап алды? Қара торысын. Бұл жерде сын есімнен жасалынған күрделі толықтауыш келіп тұр екен. Толықтаушымыз мағынасына қарай тура толықтауыш және жанама толықтауыш болып бөлінеді. Тура толықтауыш дегеніміз табыс септігіндегі, яғни табыс септік тұлғасындағы толықтауышты айтамыз. Яғни табыс септікте тұратын толықтаушты біз тура толықтауыш дейді екенбіз. Мысалы, суды шым тоқтатар, сөзді шын тоқтатар. Нені шым тоқтатар? Суды. Табыс септігінде тұр, зат есіміміз. Сөзді шын тоқтатар, нені шын тоқтатар? Сөзді. Табыс септігінде тұрған зат есімнен жасалынған тура толықтауыш болып тұр екен. Оны ешкімге көрсетпе. Кімді? Оны есімдіктен, жіктеу есімдігінен жасалынған табыс септігінде тұрған тура толықтауыш келіп тұр екен. Келесі жанама толықтауыш дегеніміз барыс, жат, шығыс, көмектес септіктер тұлғасындағы және де туралы, жайында, жөнінде шылаулармен тіркесіп келген сөздерді біз жанама толықтауыш дейді екенбіз. Мысалы, екі қарт кісімен амандасты. Кіммен амандасты? Қарт кісімен. Күрделі сөз болып не болып тұр? Күрделі толықтауыш болып тұр екен. Көмектес септігінде тұр, зат есіміміз. Оның ұзақтан келе жатқандарға көзі түсті. Кімге көзі түсті? Ұзақтан келе жатқандарға. Күрделі сөздерден жасалып тұр да, және де шығыс септігі келіп тұр, және барыс септігінің жалғаулықтары келіп тұр екен. Күрделі толықтауыш болып тұр. Сабақта жарыс туралы сөйлестік. Не туралы? Жарыс туралы сөйлестік. Бұл жерде жарыс туралы дегеніміз туралы шылаумен тіркесіп келген жанама күрделі толықтауыш болып тұр екен. Осымен сабағымыз аяқталды, оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.